Бәріңізге достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебой және де достар, бүгін бізде өте бір ерекше контент, яғни бүгін біз 5 жұлдызды кафе мен 1 жұлдызды кафеде тамақтанатын боламыз. Қазір кімге 5 жұлдыз, кімге 1 жұлдыз екен қазір видеосын анықтайтын боламыз. Ал мен видеомызды бастап алайық. Кеттік. Жапатқан құрметті көрермендер, негізі соңғы рет мұнда 1 жұлдызды, 5 жұлдызды Орел Решка форматындағы видеомыз самолетпен аяқталды. Самолет, оның алдында отель болды. Мен Турцияға барып потолок қойып ше. Ойбай. В общем, құрметті көрермендер, дәл осы біздің 5 жұлдыз, 1 жұлдызды контентіміз көптеген оқырманның көңілінен шығып, келесі бөлімдерде сұраған болатын. Енді бүгін біз кафені түсірейік деп шештік. Кафе болғанда енді жазыпты бір-екі оқырман. Енді, короче, тамақ жейтін жер ғой. 1 жұлдызды кафе болады, 5 жұлдызды ресторан болатын шығар енді. Сондай болады ғой. Енді көрейік. Сіздерге видео түсінікті деген ойдамыз. Киініп алғаныма байланысты енді өзің түсініп тұрған шығарсың, қай жаққа барайын деп тұрғанды. Достым. Сразу бара бересің. Достым, қойшы онда енді. Бара берейін ба? 1 жұлдызға бара бересің. Сулифадан ойнаймыз да қазір. Шынымен 1 жұлдызға баратын болсам бара саламын. Давай, кет. Босай. Уверен өзіме, давай. Давай, кет. Сулифа. 1-2 іштес. Сулифа. Нан шығаратын қарайды ғой, всегда нан шығаратын. Жоқ, қараңдар, мынандай да. Осы психологияда мен Сулифаны зерттегем. Сулифа ойнамастан бұрын бірінші қарсыласыңа сұрақ қоясың деді да, миын ашасың деді да, сосын тез Сулифа кірісіп кетсең, ол ерек қайшы көрсетеді деген ғой. Жоқ, ондай емес. Еркекші, сіздер де соны істеп көріңіздерші. Еркекші, көздеріңіз жетеді. Келесі жолы дайындалып келемін. Маха бопты. Ұмытып кетесің, сұрақ қойған кезде миын ашып кетеді. Все, болды, досым. Бара берсей. 1 жұлдыз, зато 1 жұлдыздың потологын көрсетем. Көрем, 1 жұлдызда потолок болмайды да ғой. Достар, 140 теңге бонус түсті. Как раз жақсы болды ғой. Қазір ана жаққа қымбат жер шығып кетсе, ойланбай төлей береміз. Достар, сіздер де дәл осындай 140 теңге бонус ала аласыздар. Ол үшін түк қиын емес. Просто төмендегі бекітілген контент сілтеме өтесіздер. Мен промокодын жазып келсеңіздер болды. Сіздерге алғашқы депозитке осындай өз бонустарыңызды беретін болады. Ол үшін достар, тез асығып қалыңыздар. Мозбет өз сыйлығын беруге дайын. Ал осы барша сәттілік тілейміз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Так, достар, бүгін енді 1 жұлдыздың потологын өзім қойын деп тұр. Мадияр енді ойлады ғой, примерно қазір 1 жұлдызға барады. Астанада тұрып атқанның ең бір плюсы, білесің да, қай жерде тамақ дәмді, бірақ 1 жұлдыз ішінде ішінде сервис ондай қатты не жоқ, кәдімгі официант келмейді, өзің заказ бересің, бірақ алып келіп береді. Столовый емес, бірақ достар, 1 жұлдыздық, бірақ потологы да, короче. Қазір көреміз енше кетті. Район енді кәдімгі 1 жұлдыз ішімен қарасаңыздар, сырттағы заборын қараңыздар, районды қараңыздар, машина қоятын орын жоқ. Оның өзі уже 1 жұлдыз деген сөз ғой, сервис аса мықты емес. Енді ішке кірейік кет. Ал достар, короче, бізге бұйырған 5 жұлдызды ресторанымыз мына бизнес-центр Москваның ішіндегі ең жоғарғы этажда орналасқан ресторан екен. Көрейік. Так, бізге 24-ші этаж. Бізге, по-моему, 24 керек. Или 25. Екеуін біреу деп айтты ше. На лифт тағындаш 1, 4, 6 и 24-25-ке барады екен. 5 этажға барады екен. Короче, ең жоғарыда орналасқан деді ғой. Ема, қараңдаршы. Кайф, я? Қалаға қарап тамақ ішеміз ба не қазір деп. Енді 5 жұлдыз болған кейін енді қалаға қарап ішпесең енді ұят сияқты ғой, я. Вот стоит нарсаңдар. Кіре берістің өзі мынандай витпен ба, әлі кетіп барады. Құлақ бітелді, прикинь. Құлақ бітелді. Біз бұндай жерде көп жүрмейміз да, шандай. Құлақтарымыз үйрен алмай жатыр. Қазір көрейік, 24-ке келіп көрейік. Ресторан болсын, осы жерге қаламыз. Мынау не береді тағы? Значит, точно 24 емес. Мұнда 25. Ал 5 жұлдызды ресторанымыз қандай екен? Көрейік ал. Мамнан қараңдаршы. Так, достар, заказ беретін жерге келдік. Бізде касса үш жерде заказ береміз, үш жерден сосын тамақты өздері әкеп беретін болады. Мына жерде чикен микс, плов. Негізі былайша выбор көп емес, бірақ тамақтары дәмді, сол себепті үш жерден тұрып, короче, қарай берейін пока. Так, чикен микс бар екен. Мына жақта самсалар бар екен, қараңыздар. Самса, короче, бәрі бар ғой. Салат, малат, шашлык, что хочешь, короче, бәрі бар. Енді қазір өзімізге ұнаған, қалаған заказ береміз. Примерно уже қарап қойдым мен ше не жейтінімді. Так, девушка маған чикен микс екеу. Сосын не беріңіз? Салат, қандай салат бар? Салат. Чуть-чуть беріңізші. Чуть-чуть бір салат. Одан самсамна бір порция алып. Жоқ, біреу, бір порция. Сосын не беріңізші? Порционный мынандай бересіңіз с курицей 10 штук. Так, сосын ташкентский. Осында 35-ші стол. Так, сосын ташкентский чай беріңіз. Сосын кола литр беріңіз. Микстерға сізге соус бар? Я сосын отдельный белый соустан екеу беріңізші. Аха. Жартысы наличка, жартысы не. Алтай достар, тамақ заказ беріп қойдық, оған дейін орын таңдайық. Қараңыздар. Ішінде негізі үлкенше, іші жарық, әдемі, үлкен екен. Бірақ андай жер керек болып тұр да, сәл тыныштау, сол себепті қазір ар жағында да залдар бар.
сояғынан бір орын қарап көрейік. Мына бетте де орындар бар екен. Бірақ мына жақта өзі тыныштау бір жер бар екен, сол жерге барып отырайық. Мына жерде манекендерді өлтіріпті. Анда бір восточный стильде екен, қараңдаршы. Фондағы музыка байқадыңдар ма? Ой, ең кайфын ауға қарсай. Ема. Бүйтіп қала қарап тамақ жесең. Біздің орын мына жерде екен. То жаман емес. Ақорда қарап отырып шай ішеміз. Қалай бай? Президентке қарап, Тоқаевқа қарай. Тиктеп қойып тұр ше. Так, менюні ашайық. Не деген меню? Біреу, екеу. Винная карта дейді. Ана вино ішімдіктер ғой, біз керек емес қой. Сыраттан көріп қоя салайық. Нағасындашы, менюдің өзі алыншы. Бір кітап қоя. Нағасай. Качествосын өзі чувствует. В нашем ресторане представлена қазақша жоқ ма не сонда? Орысша жазып қойыпты. Бірақ мына тамақтар қазақша жазылған. Енді достар, бұндай 5 жұлдызды ресторанымыздың кухнясы мощный болатын шығар, не халам білем көрдіңдер ме? Адам аз ғой еще. Андай же чисто байлар жүретін жер сияқты ма, еще сары, золотистый, андай, мындай же. Так, не тамақ жейміз, сүйек ми дейді, костный мозг, прикинь, әсіп. Мынандай жерге келіп әсіп жесең ұят па, палау жесең вообще ма, ана бетінен ештеңе болып қалады ма? Басқа тамақ қарайықтай бар, 5 жұлдызға лайықты қылып. О, стейк. Бүгін біз 5 жұлдызды ресторанда тамақ жейміз ғой. Ташкардо, сиыр еті дейді. Қарашы, науғаларына ташкардо дейді. Дәмдеуіштер мен хош иісті шөптермен грильдеп пісірілген сиыр еті. Чо там? Бүйтіп алдына бата төсеп қойып жанамдайды. Бұндай жерлерде бүйтіп тамақ жемеймін мен. Қойып петешкін алып қойып, қойып ше. Деп қойып тұр тамақ жемейміз. Мына брат стейк бар екен ғой. Ташкардо средний қыла бер. Прожаркасын. Қасынан мынандай бір салат бере сал. Баялдының нәзік тілімдері дейді. Сосын чай по-казахски ма? Соны беріңіз. Болды? Мен не үшін екі адамға тамақ заказ бердім, арамызда. Диаспорамен бірге отырмын, диаспора ассалаумағалейкум деп қойды. Короче, кейбір адамдар ойлайды екен, біз негізі осы оператормен келеміз ғой. И ойлайды екен, мадияр мені түсіріп жатыр, мен мадияр түсіріп жатырмын деп ше. Ол қалай ол сонда? Бұл видеоның смыслы кетіп қалады да, достар. Сол себепті сіздердің көздеріңіз жету үшін мен сол себепті диаспорамды көрсетіп отырмын. Енді осыдан кейін енді андай арам ойларыңыз жоғалатын шығар деген ойдамын, достар. Бірақ енді мына жерге жайғастым. Енді бәрі андай болып, кішкене қалай айтсам болады. Мынандай затта салып қойған, андай вилкамен не тұрмайды, былайша ресторандағыдай. Салфеткалар мынандай, сол баяғы. Енді бірақ достар, маған негізі ше 5 жұлдызға қарағанда 1 жұлдыздың ұнап тұрған жері тамағы дәмді болады да, зато андай жерде байларды кім білесіздер ғой, ресторанда дәу тарелка келеді да, кішкентай тамақ сабақ келеді, соны жеп отырасың, соған 15-20 мың теңге төлейсің. Ана жерде қазір дастарханды толтырамыз. Мадидің қарны ашып қазір шақырып аламын болмаса мына жаққа. Кесей досым 1-2 порция әперейін деп ше. Міне шайымыз да бар, коламыз да бар. Шай еще ташкентский, достар. Камера оператор бауырыма қойып жіберейін. Шай ішесің ба, кола ішесің ба? Кола десең, кола. Короче, что хочешь ғой бұл жерде, бәрі бар ғой. Андай емес те, мә көп заказ бермей қойын, қымбат шығып кетеді деп ойламайсың да. Бере бер ғой, короче, анадан бер, мынадан бер, короче, жей бересің ғой. Міне, сушняктан аямайсың. Что там? Ал тамақ заказ беріп қойдық. Енді тамақ келем дегенше мен сіздерге ішін примерно бір көрсетіп кетейін. 5 жұлдызды ресторан дегеніміз қандай болады екен? Жүр көрейік та, аралап. Подсветкалар негізі әдемі бит беріп тұр, иә. Ішінің өзі бір теріс екен, әдемі. Ойлайсың ғой, 5 жұлдыз деген кезде ойбай бір байлар жүреді, қымбат жер ма деп ше. Средний нормально, просто 5 жұлдыздың плюс бір 2,5 жұлдызы бұл крышада орналасқандықтан сондай баға беріліп тұр ғой. Мына жақтың видін қарасаңдаршы, анау менің үйім тұр, ана қара. Талдар ойыншық емес, еще шың ғой. Живой екен. Суғарып тұрады ғой деймін, иә? Туалет дейді. Туалетін көрсетейін да. Ема. Шығарсай. Давайте. Еще восточный музыкасын өзің қосыңдаршы. Бүйтіп қойып тұр туалетке шығады екенсің. Ема, нағырзай. Мен шілей мына жақ көрсетпей қояйық, бірақ нағырдаршы. Есік ашып тұр екен да. Подсветка там. Мозаика үшін бәрі. Біз андай қарапайымыз да ше, сондай жерде көп жүрмейтін. Ондай нәрсеге таңғала береміз, мән бермеңіздер. Қарасайық, кілемдер ше, восточный стильдегі. Рисунокта қарасай, кілем сияқты. Туалеттен шығып келген жерде подсветкілер, мыналардың өзі бір ерекше екен негіз. Ана жерге отырып алсаң, люстрасының өзі чувствует, вроде обычный металл. Бірақ ішінің бәрін дизайнын жақсы істеткен да. Это золотистый стилде минимализммен әдемі келтірген екен. Артық емес, кем емес. Вот нағыз байлар келетін жер екен да. Қала қара, отырып шай ішетін. Мынау короче қазақ қызы. Армян ба, сонда Кавказ ба? Мына қандай ұлты? Болгария? Сосын ұйғыр. Иә. Мына түркмен ба? Біздің қазақ қайда? О, бияқа жүр. Мынау ма қазақ?
Мынау қырғыз, қазақ, өзбек. Маған біздің оюлар жетіспейді ғой. Ана ескі көне этнос стиль ма сонда? Типа сондай ғой. Мына жер қалай, әдемі ма? Осы жаққа көреміз бе может? Пекин бас қарап ше, Абу Дабиге қарап шай ішіп жатса қалай на фон? Осылайынан ше. Ана жерде просто андай да қызық емес екен онша, ана жақ зор сияқты. Осы жаққа сұрамыз да. Давай көрейік. Так, достар, мінекей барлығы келді. Салат, самса, міне тамақтарымыз. Енді қараңыздар, достар, бұл жердің фишкасы тағы бір ақ соустары бар ше. Бұны мынау самсамен жесең, ұйқы короче. Сосын, достар, не үшін мен мына тамақты заказ бердім? Ішінде салат, ет, мына қарсаңыздар, фри, күріш. Короче, ішінде бәрі бар ғой, мына қарсы. Мынандай салат бар. Свежий салат бар, қияр, помидор ше. Қияр, помидор. Мына қара, күріш. Очень, короче, бәрі бар ғой ішінде. Енді надан қарның тоймаса білмеймін енді. И сосын, достар, маған очищик салат ұнайды, тамақпен. Міне саған. Бұны сен анау-мынау ресторандарын таппайсың. Мынандай жерде бәрі бар. Қалай? Былай, ұйқы ма? Міне, дастархан деп осыны айтады. Мадей, ана сен бүйтіп бір отқан бір іші бәрі жылтырақ, алдыңдағы тамағың невкусный болса, ол зачем ол? Зато іші простой болса да, келдің тойдың да зато ше. Маған сол больше ұнады негізі бүгінгі видеода. Сет чотам деп аталады десекші, достар. Сосын ең ерекшесі бар ғой, осы жердің тауықтың еті. Қандай бір шашлықтың еті сияқты болады, мариновка сияқты шашлық қой. Қайым, шашлық деп атқан сияқтысың. Еще мына салаты бар артынан. Ең бастысы самса ғой, шіркін мынан көрсек. Самса енді ұйқы. Операторға да алдым еще, тура осындай. Да, оператор бауырым алсай, тамақтан дәмін көр. Бай, тамамыз келді достар, короче. Мынандай стейк жейін деп тұрып қойын, мынаған қойып берші. Салатты қарсай. Мынау қандай бақлажан, мынау құдай-ай. Мынандай өмірге жайлап үйрене беру керек уже, болмайды әппесе, түк көрмеген сияқты. Мынаны қалай жейді? Кәдімгі бақлажан ғой, кабачок. Байлар айтады, түсініксіз үлбелер жейді айтады, байлар жейтін тамақтар ғой. Это баклажан, еще кабачок. Кабачок дегеніміз баклажан сияқты тоже жасыл нәрсе болады. Сол ғой. Ал стейкті көрейік. Стейкіміз тез дайын болды ше. Обычно басқа ресторандарда как минимум 30 минут дайындалады ғой. Біздікі 15 минут болды. Или может адам аз болғаннан кейін ба. Что там берейсің? Ойбай, мына былқылдап тұрған майын қарсай. Мына былқылдап отқан майын қарсай. Ойбай. Соусқа батырамыз. И бисмилля. Бомба. Қытшынан естеп отыр екен. Қатып қалған нан жеп жатқан жоқ деген айтайық. Ал оператор досым. Қан? Палуан, бөлексін. Чина жаңа көзін бөлеріп қап кетті да. Тем более мынандай витпен бөлек қой. А еще достар, мен ана сүт шайым деп ойласам, тары шай екен прикиньте. Ішіп көргендеріңіз бар ма? Қазақ пайызке деп тары шайды айтады екен. Тарымен шай істейді екен. О, зор. Неге бір жұлдыз берген ең түсінген сияқты мен ше. Қараңыздар, во-первых, іші интерьер аса жоқ. Тек қана ақ стена бұл. И сосын поток. Андай официант келіп заказ қабылдамайды ше. Өзің заказ бересің, бірақ әкеп береді. Столовойдың санатына жатпайды бұл сол себепті. И сыртта орын қоятын жері жоқ. Сырттыдан да әдемі емес ше. Районда так себе. Сол себепті негізі бір жұлдыз беріп отыр деп ойлаймын. Бірақ енді тамағы потолок достар шынымен. Кәдімгідей келіп конкретно қарның ашып болса, келіп тамақ жеп кететін жер ғой. Қарның тояды. Мен енді білмеймін, мен өз қолымда болса бір 3 жұлдыз, 4 жұлдыз смело беретін мына жерге ше. Просто ішін әдемілесе, негізі 5 жұлдыздың жері ғой мынау достар. Сосын андай қарасаңыздаршы, терезесінде жабықты достар көрдіңіздер ма? Сырт жақты көре алмайсың да, далада не болып жатыр. Мына жерде бір қамалып отырады екенсің да, не болып жатыр сыртта білмейсің. Сосын андай бір шум бар. Ішінде бүйтіп тыныш отыра алмайсың. Ана жақтан шу, ана жақта айғайлап жатыр, біреу жүріп жатыр. Бірін сөйлесіп отырсаң, дауысыңды есту қиын да. Сол да минус деп ойлаймын бір жағынан. Енді бір жағынан тамақ жеуге келдік, тамағымызды жедік, болды. Ең бастысы сол бұл жерде. Вит жесек қалай болады екен, стейкті тураймыз да. Стейкті өзінің соусына емес. Салаттікін бүйтіп батырсақ қалай болады екен? Салаттікін бүйтіп, официанттар не аттап қалмасын. Салаттың қаймағын бүйтіп. Қайталамаңыздар. Қателік екен. Одан да өзінің соусын дұрыс екен. Мәсе? Ақ брокколи. Оператор бауырым құрытпай шай ішіп отыр ма? Міне шаймен смело. Саған вилка бермедім ма? Вилка? Тәттімен шай іше бер. Ас болсын. Брат, бүйтесің оны.
Қолыңа ұстап аласың шашканы. Айше. Елеткінің үстінен қара отырасың ғой. Ал так, достар, уже сөйлеуге мұрша жоқ. Вот это вот. Аңғарсаңыздаршы, даже артылып қалды. Самса артылып қалды. Нан, мынау, салаттар. Бәрі бар ғой. Салфетка десең салфетка. Зубочистка десең бәрі қолдың астынан табылады. Сұрап отпайсың, ананы беріп жіберші, мынаны беріп жіберші деп. Вот это вот сервис, достар. Ал так, достар, енді осындай дастархан қанша шықты деп барлықтарыңызға қызық болып отқан шығар. 2 адамға 11.250 теңге. Еще, достар, бұл жерде за обслуживание ақша жоқ. Аңғарсаңыздаршы, за обслуживание ақша жоқ. Ол дегеніміз, достар, тағы да бір үлкен плюс, мысалы, жаңағындай жерлерге барсаң, ресторандарда пальмның үстіне еще 10% қосып бересің. Бұл жерде ондай жоқ. Іштің жеген төледің, болды, ішіңе ешқандай процент төлемейсің. Так, 11.250 теңге шықты ғой, достар. 2 адамға бөлетін болсаңдар, 5.600 теңге шығып тұр ғой. Менің ойымша, енді бұл керемет баға деп ойлаймын. Бір адам енді 5.000 теңге тамақ жеп тұр. Еще қарын қалай тойды, қанша тамақ артылып қалды деген әңгіме болып тұр ғой. Еще шай десең шайың, колаң десең колаң, бәрі бар ғой. Білмеймін, мен мына видео маған ұнады бүгін, достар. Білмеймін, ана жақта Мадияр бана шли құтырып кеткен еді ше. Өйтіп құтырмау керек еді. Наоборот, мен бір жұлдыз түскеніне потом барып қуандым ғой. Осындай жерлерге келіп, зато от души тамақ жеймін дедім. Айтқандай болды. Вечное небо. Так, 15.100 теңге. И достар, мына жерде мен бір байқағаным. Мына жерде за обслуживание ұстамайды екен, прикинь. Наңғасай. Қара, ташкардуымыз 9.200 деп тұр. Баялды, нәзік тірімді салатымыз 3.350, чай по-казахски 2.550. В общем, бізде 15.100 теңге болды. Сонда за обслуживание процентті кім алады? Базар жоқ. Или сол проценттің ақшасын барлығы осының тамақтың ішіне қосып жібереді ғой. И осындайдың арқасында мына жерге типа сарафанный радиомен клиенттер тартылады да. Бірақ бір адамға міне, как положено, тамағың, салатың, шайың, чайный наборың 15.000 теңге. Чо там ба? 15.000 теңгемен Сарыағашта ше 5 адамға туған күн істеймін ғой. Шашлик, паштик, кола, тортымен же. И ничего еді. Біз төлеп отқан жоқпыз ғой. Спонсорларға рахмет. Бөлексің. Ал, күшті тамақ іштік, күшті кеш болды. Ал енді жинап орнымызбен жолығайық. Сандайықшы не істеп отыр екен? Ой, достар, мынаны жүріп біраз қорытпасақ жағдайымыз қиын болып тұр негізі. Ал енді достар, барлық көңілден шықты. Бір жұлдыз деп енді айта алмаймын, мен өзім мнениеме келсек, бір 3-4 жұлдыз смело беретін мына жерге. Бірақ енді қарасаңыздаршы, кіретін жерлердің бәрі забор, андай қонақ күтетін жер емес былай. Өзің күнделікті келіп тамақ жеп кететін жер. Сол себепті лайк. Бауырым, чодан, сөйлеуге мұрша жоқ. Қарын тайды ма? Сен қарын что-то аш сияқты ғой. Қойшы, айтпадың ба собой салғыз алып келетін? Собой салғыз алып келе салатын ем, ой, інім. Досым, зор, уайымдамасай, нормально, өкінбей. Точно? Зато көріп қалдық. Точно? Көріп қалдық, сен қай барған білесің ба? Қай жаққа? Ертең видеодан көресің. Мен қай жер, менде іші патолог емес, бірақ тамақ жағы патолог болды. Қанша мыңға тамақ жедің мысалы сен? Бір өзім 15.000-ға жедім, чота. 5.000 теңгеге жедің, и қарын тойық. Мынадан тойып тұршы. 5.000 теңге жедім мақтанатын нәрсе емес қой. 5.000-ға жедің, чота. 5.000 теңгеге жедім. Ой, и тоймай келатсың еще. Ойдым мен. Қойшы, қарсы? Просто алдындар негізі, алдындар достар, біз ол вечное небоға негізі баратынмын ше. Просто арзан тамақтар жейтінмін да, бұл жол енді патологын көрдім. Спонсор төлеп отқаннан кейін уайымдамадым мен. 10.000 теңге стейк жедім. Мен де бәрін заказ бердім, тамақ артылып қалды ғой, көрші, мынадан артылды ғой. Короче, достар, өзіңіз видеоны көріп, өзіңіз бағасын бересіздер, көрші. Жалпы достар, видеомыз осында. Егер де сіздерге ұнағанбыз, лайктарыңызды аямай басыңыздар, ардыға жазыңыздар, комментария пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал енді осындай кереметтей көңіл күймен біз сіздермен қоштаспаймыз. Точно керемет па? Керемет қой. Олай болса, жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.